қиын қыстау жағдайда бір-біріне көмек көрсету және бір-бірінің бір-біріне деген екеуінің арасындағы ерекшеліктерін, екеуінің бір-біріне ұқсастықтарын байланыстырғандықтан кішкене жаттығудан бастаймыз. Кішкене жүгіріспен сосын жаттығу жасап алып, сосын ойынымызға кірісеміз. Жаттығудан кейін бізде болатын бүгінгі сабақ 6 этаптан болады. Яғни бірінші этап бұл джампинг жаттығуы. Қапқа аяғымызбен кіріп, мына жерде берілген бағытты өтіп шығу, қаптың ішімен секіріп өту. Екінші этапымыз ол кубик-рубик, яғни берілген кубиктарды екі оқушымен ұстазға бір-бір таяқтан беріледі. Кубик беріледі. Кубикті қолмен ұстауға болмай, екі таяқтың көмегімен ғана таяқ кубикті берілген бағытта апарып, қайтадан алып келу керек мәреге. Одан кейін үшіншісі ол кроссфит. Бұл жерде маттар төсейміз. Маттың үстімен келеміз бер жаққа. Сосын столдың үстімен жүгіріп өтеміз. Партаның астымен кедергінің астынан өту. Сосын келесі өзінің мұғаліміне эстафетаны береді. Одан кейін төртінші этапымыз ол параллель. Қатысушыларға екеуіне екі жіптен беріледі. Жіпте қызыл лента байланған. Лентаның ішкі жағынан ұстау болмайды. Лентаның шетке қарай ұстауға болады. Екі жіптің көмегімен жерде тұрған кішкентай доп теннис шаригін көтеріп, берілген бағытта апарып, алып келу керек. Құлатып алмайды. Құлатып алған жағдайда волонтерлар допты тоқтатып бере алады. Бірақ қатысушылар ұстауға болмайды. Одан кейінгі бесінші этапымыз ол баптар, яғни екі қатысушыға үш ақпарат беріледі. Сол үш ақпараттың көмегімен еденге аяғын тигізбей берілген бағытты өтіп келу керек. Ауыстыра отырмыз. Екеуі командалық жұмыс жасау керек. Одан кейінгісі алтыншы барлық командаға бірдей пазл беріледі, яғни ақпаратта сурет. Құтқарушылар жұмыс жасаған кездегі сурет. Сол суретті жинастыру керек. Мына жерге тұрмаға құрастырылған суретінде келіп қарап кетуге болады. Жас базында орнында жүрмейміз. 8 командаға бірдей басталады. Қалған этаптар бірінші 1, 2, 3, 4 команда, одан кейін 5, 6, 7, 8. Кезек-кезекпен ауысып отырмыз. Барлығына түсінікті болса, жаттығуды бастаймыз. Барлығымызға бірге оңға жалға айналып, оң еңсін алдыға жүгіре бас. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші командалар орындарыңызға
студенттер. Бүгін өте қызықты да жоғары дәрежеде мұратылық сағат өтуде. Жауат Рахатович, сізге басымен алғысымызды айтамыз. Осындай күйде, осындай деңгейде белсенді, қызықты да бүгінгі мұратылық сағат өткізудесіз. Сондықтан осындай өте қуаныштымын. Өзімнің ұжымым осындай жаста, осындай